Сәлем достар! Бүгін мен біздің қаламызда орналасқан Fix Price дүкеніне обзор жасайтын боламын. Кеттік! Дүкенге осылай есігін ашып кірдік. Дүкеннің іші өте үлкен 3 бөлікке бөлінген. Бірінші бөлікте осындай декоративный әдемі түрлі түсті гүлдер орналасқан. Оларға қажетті вазалары түрлі түсті, әрі сапалары өте керемет, темірден жасалған стеклянный, пластмассалардан жасалған. Гүлдерге қажетті горшоктар да бар екен. Әрі қарай жүре бергенімізде балалардың жұмсақ ойыншықтары орналасқан. Әрі қарай тағы да декоративный түрлі түсті әдемі гүлдер орналасқан. Әдемі үйге арналған сувенирлар, сағаттар орналасқан. Әрі қарай жүре бергенімізде жуынуға арналған шампуньдар, гель для бритьялар орналасқан. Тағы да балалар ойыншықтары, әдемі куклалар, машиналар, басқа да ойыншықтар. Әдемі көрсең алғың келіп кетеді прям. Бірінші бөліктің орта жағына өткен кезімізде ол жақта ыдыс жууға арналған феялар, гельдер орналасқан. Одан соң ары қарай пластмасса вышивкалар, әжетхана қағаздары, киім жууға арналған түрлі түсті содалар. Ары қарай екінші бөлімге өткен кезімізде түрлі сапалар өте керемет, емдік шайлар, кофелер, қасында тәттілері бірге орналасқан. Екінші бөліктің орта жағына өтетін болсақ, ол жақта тазалыққа арналған заттар, әжетханаға қажетті түрлі дорожкалар, одан соң әйелдер, ерлер, балаларға арналған ішкі киімдер, носкилер орналасқан. Балалардың бас киімдері, канцелярский товарлардың түрлері өте көп екен. Бұл жақта раскраскалар, фломастерлер, қаламдар, сурет дәптерлер, канцелярский товарлардың түрлері өте көп, таңда өте көп екен. Әрі қарай жүре бергенімізде балалардың тағы да бас киімдері, нәскилер орналасқан. Сонымен қатар бақшаға арналған ыдыстар, шелектер, перчаткалар, және де иттерге және де мысықтарға арналған тағамдар да бірге бар екен бұл жақта. Ерлерге арналған заттар да бар екен. Олар өздеріңіз көріп тұрғандай осы видеода түрлі түсті шуруптар, болттар, перчаткалар, тағы да басқа ерлерге қажетті заттар бар екен. Әрі қарай жүре бергенімізде балалардың киімдерін жууға арналған кондиционерлер қолжетімді бағада, көлемдерде үлкен, бағалары да арзан екен. Одан соң үшінші бөлімге өткен кезімізде қолжетімді бағада сапасы өте керемет кружкалар, тарелкалар, бокалдарды көрдік. Одан соң балаларға арналған заколкалар, айналар, тарақтар орналасқан. Одан кейінгі бөлімде түрлі түсті өте керемет кітаптар орналасқан екен. Орыс тілінде, қазақ тілінде де бар екен. Одан соң Бегім екеуміз бас киімдер жағынан өтіп бара жатып, Бегім бір шляпаны киіп көрді. Балалық шағымызды еске түсірейікші деп. Мен бір панаманы киіп көрдім. Маған түсі өте керемет ұнады. Одан соң тағы бір сары түсті шляпаны киіп көрдім. Одан кейін өз үйімізге біз балаларға арналған кондиционер, мешок және де пищевой пленка, емдік шай алдық.